Баршаға сәлем достар. Бүгін сіздерменен видеоға фильтр қою жайлы сабақ өтетін боламыз. Яғни мен мысалы мына жерде өзім видео түсіргенмін. Сосын мына жерде интернеттен осындай видео жүктеп алғанмын. Ал енді мына жерде қарасаңыздар, бұл жай ғана камерамен түсірілген. Бұл жерде ешқандай видеоға түс беріліп тұрған жоқ. Бұл телефонның өзіндегі түспен түсірілген. Ал енді біз мына жерде төменгі инструменттердің арасында фильтр деген бар. Фильтрді басамыз, мына жақта корректировка және фильтр деп тұр. Енді мен корректировканы да фильтрді де көрсететін боламын сіздерге. Неге менде осындай фильтрлер шығып келді, өзі рекомендованный. Менде интернет істеп тұр, яғни интернет арқылы дәл осылай фильтрлерді сіз жүктеп алатын боласыздар. Сізде интернет қосылмаса, сіздегі фильтрлер жүктелмейді, яғни видеоңызға переменить етілмейтін болады. Енді мына жақта көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде фильтрлер дәл осы картинкаларға сай келеді, яғни осы картинкадағы сияқты қылып шығаратын болады. Яғни бұл жерде әрбір видеоға өзіне сай фильтрді қою керек. Мына мысалы мына жерде чистая неба деп қойыпты. Бұл жерде енді мысалы менде пейзаж дейді, яғни мені көріп шығаймыз. Пейзаж дейді, бұл яғни мінекей нағыз табиғатқа арналған фильтрлер болып есептеледі. Бұл жерде киношный фильтр бар, тағы да көптеген фильтрлер бар. Мінекей өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, мына жақта фильтрлер барлығы жүктеліп жатыр. Мына жақта мінекей Мальдивы дейді. Яғни түрлі дәл осы фильтрларды переменить ету арқылы сіз видеоңызға керемет бір атмосфера бере аласыз. Маған мысалы мына фильтр ұнады, яғни көрейік қанекей. Міне мен фильтрді басқан болсам, өздеріңіз көріп тұрғандай видеоның басынан аяғына дейін өзі переменить етілді. Енді мына жерде мына фильтрді удалить етіп тастаймын, яғни жақта мына видеоның фильтрі, 5 фильтр, мына жерде мына фильтрі бар. Енді дәл осы фильтрді алып, екінші видеоға да дәл осы жылжытып қойсам переменить етіледі. Яғни мына жерде мына фильтр мына екінші видеоға түсіп тұрған жоқ, яғни бұл видеоның атмосферасына тура келмей жатыр. Ал мына жерде өте керемет атмосфера беріп тұр. Енді дәл осы фильтрді үстінен басамыз. Мына жерде создать копию деген бар, екі копия қылуға болады. Оны біз удалить етеміз. Сосын мына жерде разделить деген бар, яғни фильтрді осылайша кесіп тастап, қалағанша осылайша ұзын қылып, қысқа қылып кез келген жерге қойса болады деген сөз. Сосын мына жерде фильтрдің үстінен басамыз, мына жерде слойды қойыпты. Енді бұл слой жайлы кейін сабақ өтетін боламын, ол өте үлкен тақырыпты талап етеді. Сол үшін мына жерде удалить деген бар, оны қайтару үшін осылайша басамыз. Яғни сіздерге фильтр түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде түрлі жанрлар бар, яғни лучший дейді, про дейді, текстура дейді. Енді осы жерде дәл осы картинкаларға қарап, сіздің өзіңіздің видеоңызға сай фильтрді қоятын боласыздар. Мына жерде пейзаж дейді, фильм, монохром, портрет дейді, яғни черно-белый, монохром деген черно-белый фильтрлер болып есептеледі. Мына жақта портрет дейді, яғни осы адамдарға арналған фильтр. Мына жерде ретро дейді, ночной дейді, яғни стилизация еда дейді. Яғни бұл жерде әрбір видеоңызға сай жанрдағы фильтрді тауып қойсаңыздар болады. Егер фильтр керек емес десеңіздер, мына кнопканы басасыздар. Яғни осы жерде поиск деген бөлімі де бар екен. Яғни бұл жерде мысалы мен glow деп жазып іздесем, маған glow фильтр беретін болады. Яғни мінекей көріп тұрған болсаңыздар, дәл осы фильтрді үстінен басылды, ол переменить етілді. Мына жерде фильтрдің күші, яғни қатты немесе фильтрді осындай прозрачность деген сөз. Яғни менде екі фильтр қойылды. Бірінші фильтрді удалить етем. Мінекей, яғни нағыз освещение десе, glow десе болады, яғни жылтырап тұрушы фильтр болып есептеледі. Енді фильтрдің үстінен басасыз, мына жерде корректировка деген бөлімі бар. Корректировка деген бөлімді мына жерде настроить дейсіз. Енді осы жердегі инструменттер арқылы істесе болады. Енді мына жерде кішігірім түсіндіріп кете салайын. Мысалы сіз өзіңіз әрдайым бір фильтрді пайдаланатын болсаңыз, сіз оның үстін басып тұрсаңыз, мінекей избранныйға түсті. Избранный деген мына кнопканың ішінде тұр. Яғни сіз өзіңіз таңдап алған фильтр осы кнопканың ішінде тұратын болады. Енді кейінгісі настроить, мына автокоррекция деген бар. Бұл автоматты түрде өзіңіздің видеоңызға сай фильтр қойып беретін болады. Мына жерде екінші функция бар. Дәл осының үстінен басасыз. Мына жерде загрузить деген бар. Яғни бұл жерде мысалы мына картинканың фильтрін осылай қойса болады. Егер қаласаңыз, мына жерде просто басып өшіріп тастайсыз. Мына жерде цветовой коррекция деген бар, яғни бұл сіздің фильтріңіздің күші, яғни насыщенность дейді. Осылайша мына жерде яркость деген бар, яркость деген видеоңыздың, яғни жарықтату және жарығын төмендету деген. Мына жерде контраст деген бар. Контраст деген сізде мысалы
дәл осылай түсірген болса, контраст қоссаңыз, сізге яркий түсті беретін болады. Мына жерде насыщенность дегенде дәл сол нәрсе, дәл сондай қызмет атқарады. Яғни видеоңызды тым яркий қылады, немесе черно-белый қылып жібереді. Осылайша енді цветовой чистота деген бар. Бұл яғни видеоңыздағы жарық түстерді одан әрі жарық ететін болады. Мына жерде резкость деген бар. Резкость деген яғни видеоңыздағы нәтижені, яғни текстураны анық көрсететін болады. Резкость деген яғни мына мысалы осылай түсірілген болса, мен резкостьті 100-ге қоятын болсам, өздеріңіз көріп тұрғандай дәл осындай резкость қосып беретін болады. Мен резкостьті осылай 5-6-ға қойып қоямын. Енді мына жерде четкость деген бар. Четкость деген бұл жерде кішігірім тендерді, яғни көлеңке қараңғы түстерді сәл жандандыратын болады. Ал мына жерде HSL деген бар. Бұл жайлы біз кейін толық сабақ өтетін боламыз. HSL-ға қазір тоқталмаймын, бұл өте үлкен тақырып. Мына жерде кривой деген бар. Яғни бұл кривоймен жұмыс істеуде өте қиындау болып есептеледі. Бұл жайлы кейін біз толық сабақ өтетін боламыз. Мына жерде цветовой круг деген бар. Яғни бұл компьютермен бірге жұмыс істегенде осы цветовой кругты пайдаланатын боламыз. Қазір бұл телефонный версияда бұл бізге қажет емес. Мынақта лучший момент деген бар екен. Яғни бұл мінекей дәл сіздің видеоңыз тым яркий болып кетсе, сол жердегі түстердің барлығын реттеп береді. Ал мына жерде тен деген бар. Тен деген яғни сіздің видеоңыздағы қара түстерді жарық етіп береді, немесе өте қара етіп беретін болады. Яғни видеодағы көлеңкелерді осы тен арқылы осылайша регулировка жасауға болады. Ал мына жерде белый деген бар, яғни ақ түстерді дәл осы инструмент арқылы осылайша ақ түстерді регулировка жасауға болады. Мына жерде черный деген бар, қара түсті осылайша регулировка жасайтын боламыз. Ал мына жерде температура деген бар, яғни мен күннің ыстығында түсіргенмін, сол үшін осылайша қосатын болсам, бұл сарғыштау болып кетеді. Яғни ал түсіретін болсам көкшілдеу, яғни бұл холодный, яғни суық температурамен түсірілген. Ал мына осы ыстық температурамен түсірілген. Дәл осы кнопкалар арқылы видеоңызға температура қоюға болады. Мына жерде тон деген бар. Яғни бұл тон деген сіздің видеоңыздың түсін осылайша өзгертіп тастайтын болады. Ал мына жерде выцветывание деген бар. Бұл видеоңызға осылайша көлеңке беретін болады. Яғни бетінде пленка бар сияқты осындай бір эффект беретін болады. Біз бұны қоспаймыз. Сосын винетка деген бар. Яғни өзіңіз көріп тұрсыздар, винетка осылай алдына апарсақ қара болады, артына қойсақ ақ болады. Сосын мынақта вернис тост деген бар. Бұл видеоңызға осылайша шум беретін болады. Яғни сіздің видеоңызға осылайша көріп тұрған нәтижені көріп тұрсыздар. Мінекей мынақта видеода ешқандай шум жоқ, ал мына жерде шум бар. Ал мына жерде качество видео деген бар екен. Бұл жайлы кейінірек сабақ өтетін боламыз. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесіде кездескенше сау саламат аман болыңыздар.